Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге мен Жайна, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін достар біз осындай қазақтың дәстүрлі асын дайындайтын боламыз. Оны әрбір жерде әрқалай айтады. Мысалы, Батыс Қазақстан облысында диалект сөз іңкәл болып есептеледі. Ең алдымен біз сорпамызды дайындап аламыз. Етімізді жақсылап жуып, ол бататындай етіп, су құйып, 2 сағаттай қайнататын боламыз. Менде міне етім пісті. Осылайынан өте жұмсақ болып піседі. Енді біз сорпаны сүзіп, кішкентай кесеге құйып аламыз. Бұл бізге керек болады. Енді ыдысымызға осы сорпамызды, оның үстіне тұз, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне қамыр болғанша ұнымызды саламыз. Барлығын жақсылап қолмен илейтін боламыз. Менде осындай қамыр шықты. Енді оның қақпағын жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Ыдысымыздағы сорпамызды осындай үлкен бір табаққа сүзіп құйып аламыз. Енді біз картопымыздың қабығын ашып, үлкен көлемде турайтын боламыз. Оның үстіне су құйып, орташа пеште пісіретін боламыз. Және де біз пиязымызды тураймыз. Оны да қазір біз картопымыз пісе келгенде салып жібереміз. Тақтайшамыздың астына кішкене ұн жіберіп, іңкәлімізді жаятын боламыз. Шамамен 3 мм болу керек. Енді біз жаңағы сүзіп алған сорпамызды қайнатып, осы іңкәлімізді 4 бөлікке кесіп салатын боламыз. Енді біз оны табаққа аударып аламыз, және де үстіне жаңағы біздің піскен етімізді, картопымызды, пиязымызды салатын боламыз. Мінекей достар, бізде осындай 5 бармақ шықты. Егер де бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, менің арнама тіркеліңіздер.